Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін біз сіздермен мраморное печенье дайындаймыз. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Алдымен бізге печеньеміз үшін сливочное масло 210 грамм, ұн 290 грамм, какао 50 грамм, разрыхитель 7 грамм, белок 1 штук және сахарная пудра 70 грамм керек. Алдымен ыдысымызға сливочное маслоның үстіне сахарный пудраны салып, ұнды салып, разрыхительді салып, және белокты қосып, барлығын жақсылап араластырамыз. Қамыр қалпына келгенше араластыра береміз. Жақсылап илеудің арқасында осындай жылтыр қамыр түсіне енгенше қолымызбен басып илей береміз. Қамырымыз өте жұмсақ, өте нәзік қамыр шығады. Және қамырымызды енді екіге бөліп аламыз. Бір жақ бөлігін аздау етіп, бір жағын үлкендеу етіп, осылай екіге бөліп аламыз. Ал кіші бөлігіне енді какаомызды қосамыз, жаңа 50 грамм какаоны. Және оны да қолмен жақсылап араластырып илейтін боламыз. Осылай қара шоколадный қамыр күйіне келгенше жақсылап какаомен араластырып илей береміз. Бұл да жылтыр қамыр күйіне келеді, және осылай дайындап қоямыз. Енді ыдысымызға қамырларымызды дөңгелек етіп, дәл осы видеода көрсетілгендей етіп қолмен жайып, арасына жаңа шоколадный бөлігімізді саламыз. Қамырдың граммы 20 граммдай болса, ол идеальный болып шығады. Осылай дөңгелек етіп барлығын қойып шығамыз. Осылай арасына саламыз. Осылай түйіп дөңгелек етеміз. Барлығын осылай жасылап шалып шығамыз. Мен описаниеге құрамына кеткен заттардың барлығын жазып қоятын боламын. Міндетті түрде оқып қараңыздар. Және осы каналдың дамуына үлес қосып, подписаться етіп, лайк басуды, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Осылай дайын болған печеньелерімізді осылай вилкамен үстінен басып шықсаңыздар, сәнді көрінеді. Барлығын осылай жасап аламыз. Енді жұмыртқаның сарысын жағып шығамыз, және 180 градуста тұрған қыздырылған печкаға саламыз. Печкамызда 30 минут піседі. Және піскеннен кейін, міндетті түрде суығаннан кейін балаларыңызға берсеңіздер болады. Қараңыздар, қандай керемет шықты. Күнделікті жасап берсеңіздер, олар сүйіп жейтін болады. Видео ұнаса лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Және комментарийға қандай рецепт күтесіздер жазып қалдырыңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.